Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын қуырылған тұшпара дайындаймыз. Ол үшін 250 мл жылы суымызға 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қант қосамыз. 1 жұмыртқа қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. 450 грамм ұнымызды алдын ала електен өткізіп қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Илеген қамырымызды бетін жауып, немесе осындай салафанға салып, жарты сағатқа тындырамыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Бір бума жүсайды жақсылап тазалап жуып, ұсақтап, тура видеодағыдай тураймыз. Бәрін турап дайындап алдық. Ендігі кезекте 4 жұмыртқамызды жарып, осылай ыдысқа салып дайындап аламыз. Табамызды қыздырып, бірден жұмыртқамызды салып қуырамыз. Оған тұз және қара бұрыш қосамыз. Және кішкене кориандр қосамыз. Өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Және жұмыртқаны майға қуырсаңыздар болады. Менің табыма жабыспайтын болғандықтан осылай қуырдым. Жүсайымызды кеңірек ыдысқа салып аламыз. Жұмыртқамен араластырғанға ыңғайлы болу үшін жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Тынған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз, жайғанға ыңғайлы болу үшін. Қамырымызды ең бірінші осылай жақсылап ұн салып жұқалаймыз. Артынан оқтаумен жаямыз. Жұқалап жайған соң, осылай кішірек 4-5 бөліктерге кесіп дайындап аламыз. Тұшпарамызды осылай дәл видеодағыдай түйеміз. Ішіне жүсайды саламыз. Осылай 3 бұрыш қылып бекітіп, қайырып түйеміз. Барлығын дайындап алдық. Ендігі кезекте табамызға май құйып қыздырып, бірден салып қуырамыз. Жақсылап сорғытып, қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сонда артық майлары сіңіп кетеді. Қалғандарында дәл видеодағыдай қуырып аламыз. Міндетті түрде екінші жағын аударып қуырамыз. Сол кезде әдемі біркелкі болып қызарып піседі. Дайындап көруге кеңес берем. Сіздерге және жанұяларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Сау болыңыздар.